Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздермен банан мен құймақтан жасалған дәмі ерекше өте керемет десерт дайындап көрсететін боламын. Бұл десерт әсіресе балаларға өте қатты ұнайды. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ендеше ең алдымен құймағын дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге 2 дана жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Үстінен 3 ас қасық қант саламыз. Венчигіміздің көмегімен барлығын жақсылап араластырып аламыз. Үстінен бөлме температурасындағы жылы сүтімізді құйып, бұны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Келесі кезекте үстінен алдын ала елеп өлшеп алған ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп сала отырып, венчигімізбен араластырып аламыз. Міндетті түрде 2 рет бөліп салыңыздар. Міне екінші рет салып жатырмын. Екінші салғанда барлығын салып жібере салдым. Толық рецепті астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Бізде дәл осындай біркелкі масса шығады. Енді осы массамыздың үстінен 3 ас қасық сұйық май құямыз. Майды құйып болғаннан соң тағы да бір араластырып жібереміз. Бізде осындай масса шығады. Енді қайнап тұрған суымыздың үстінен 1 шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырып жібереміз. Осы суымызды жаңағы қамырлы массамыздың үстінен аз-аздан құя отырып, венчигімізбен араластырып аламыз. Суымыз өте ыстық болғандықтан, суды міндетті түрде осылай аз-аздан сала отырып, тез-тез араластырып отырамыз. Міне бізде дәл осындай сұйық масса пайда болады. Енді алдын ала қызып тұрған табамызға ешқандай май құймастан жаңағы құймақтың қамырларын осылай құйып пісіріп алатын боламыз. Қараңыздар, бізде құймақтарымыздың шет-шеті қызарып келе жатыр, демек астыңғы бөлігі пісті деген сөз. Зубочистканың көмегімен жан-жағын осылай ақырындап ашып алып, қолымызбен келесі бетін аударып аламыз. Осылай ағаш таяқшамен аударған өте ыңғайлы болады. Екінші бетте міне тез пісіп қалды. Құймағымызды алып тәрелкемізге жайғастырсақ болады. Қалған құймақтарды дәл осы ретпен пісіріп алатын боламыз. Міне барлық құймақтарымызды пісіріп алдық. Қараңыздар, құймақтарымыз қандай әдемі болып шыққан. Тескішелері де өте көп. Ең бастысы бір жасағаннан сәтті шығатын рецептер. Енді арасына салатын начинкамызды дайындаймыз. Бізге ол үшін банан қажет болады. Бананымызды осылай қабығынан ажыратып аламыз. Құймақтарымызды жерге қойып, арасына вареный сгущенка немесе қалауыңыз бойынша джем салсаңыздар да болады. Мен вареный сгущенка қолдандым. Вареный сгущенка 2 шай қасық салып, барлық жеріне толығымен жағып шығатын боламыз. Енді бетінен екінші құймағымызды қойып аламыз. Бірақ бұл екінші құймағымызға теңдей жартысына ғана вареный сгущенка жағатын боламыз. Осылай бетін жауып, қайтарып қоямыз және де бетіне тағы да вареный сгущенкамызды жағып шығамыз. Ең соңында осылай арасына бананымызды қойып, рулет тәрізді етіп орап шығамыз. Келесі құймағымызды бір ғана құймақтан жасаймыз. Құймағымызға осылай вареный сгущенкамызды жағып алып, рулет тәрізді етіп орап шығамыз. Келесі кезекте жаңағы бананымыздан артылып тұрған жерлерін, құймағымыздың артық жерлерін осылай кесіп алып тастаймыз. Қалғанын біркелкі етіп кесіп шығатын боламыз. Осылайша бананды рулеттерімізді жақсылап тәрелкеге кесіп, жайғастырып дастарханымызға ұсынамыз. Міне осымен біздің бананды құймақты рулеттеріміз дайын. Қараңыздар, қандай керемет болып шыққан. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Сәндеу әрине өз еріктеріңізге, өз фантазияларыңызға байланысты. Мен дәл осылай жемістермен және де кондитерлік тәттілермен сәндеп шықтым. Видео рецепт сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Дәмін айтпаса да түсінікті болып тұр, өте дәмді болып шығады. Назарларыңызға көп-көп рахмет.